танымайды. Арабша танымайтын, иә. Солар айтады, мен қазақшасын оқиын ба Құранның дейді да. Сен Құранның қазақшасын сирасыз оқитын болсаң, түк те түсінбейсің. Әнеке. Құранның қазақша аудармасын, мағынасын, аударма деп те айтуға болмайды, айтпақшы, қазақша түсініктеме деп айтуға болады. Құран аударылмайды өйткені. Құранның қазақша мағыналық түсініктемесі беріледі, болды. Соны түсіну үшін де сізге сира керек қой. Өйткені ана оқиғаны түсінбейсің, ортасынан кіріп кеткенсің да. Бір кездері біз Мұхаммедке бүйткенбіз, оның алдында Мұсаға да өткенбіз деп айтып жатыр. Ол қай жерде неге айтылып жатыр, ол вообще түсініксіз бар. Сол үшін сира керек. И оқып отырған, мысалға мен мына кітапты неше рет тексердім енді, ойбай. Жаңағыдай қате шыққан сайын қайттан баста тексере береміз ғой, енді ар жаққа кетіп қалмасын қате болып. Егер шын ықыласын беріп отырған адам азанда бастаса кешке бітіре алады екен. Кітапты бір күнде бітіре алады екен. Бір күнде тексеріп бітіріп жүрдік та. Сол үшін ана Құранға кедергі болады деген әңгіме бір-біріне қарама-қайшы келтіруге болмайды сираны. Я сылтау жоқ деп жатқаным ғой. Рамазанда ауыз беріп кейде, тем более ол Рамазанның өз алдына бір берекеті бар, Құранның сізге беретін өз алдына бұл берекеті бар, тарауықтарыңыз бар, нелеріңіз бар. А сираның ол өз алдына берекеті бар. Өйткені сира оқылған жерден берекет кетпейді, наоборот, кіреді керісінше. Халима анамыздың үйіне кірген берекет сирамен кіреді дейді ғой пайғамбардың өмірі. Бұны Шейх Нұрудиннің кітабында оқып қалдым. Ризықтың үлкен бір кілті дейді, ол кісі айтады. Бұл сенің үйіңде сира кітабы болуы дейді. Алла. Қабат деген, бұны қалай жазбай қалдым деп кейін өкіндім, екінші басылымдар болар. Енді сол жерде айтқым келетін мәселе, сен сира кітабы үйіңде тұрғанның өзі Алла тағала саған ризық кілттерінің бір есігін ашады деген сөз да. Ол деген сенің үйіңде осындай бір үлкен тұлғаның, кемел тұлғаның өмірбаяны тұруы, әрі сен бұны қадірлеп, шаңын сүртіп, жоғарғы сөреге қойып, соның арасында оқып тұрғанның өзі бұл ризықтың үлкен бір кілті да. Бәрібір. Сира 2. Нұрсұлтан Рысмағанбет. Уа Мұхаммед, мен сенің өміріңмен ант етемін. Шүбәсіз адамдар өз нәпсілеріне ерген күйде, мас болып мәңгіріп сенің өміріңнен баз кешуде. Деп Раббымыз Құран кәрімде баян еткендей, бұл пайғамбардың қасиетті өмірі Алла тағаланың өзі ант еткен қасиетті күндер менен түндерден тұратын ұлы өмір. Сира, бесіктегі баладан еңкейген қарияға дейінгі адамзаттың түрлі санатындағы адамдардың баршасының өміріндегі кездесетін сұрақтарға, тіпті талаптарға жол көрсетіп, үнсіз демеу болып бағыт бағдар беретін Алла елшісінің ұлы ғұмыры. Әсіресе осы Рамазан айында Алла тағалаға бір қадам жақындап, өмірін жақсылыққа қарай өзгерткісі келетін жандар үшін бұл Алла елшісінің өмірінен артық серік жоқ. Бұл кітапты оқу арқылы біз өзіміздің иманымызды көтеріп, тіпті өміріміздегі кейбір түйткіл мәселелердің шешімін табуға мүмкіндік аламыз. Сонымен қатар әрбір шаңыраққа, әрбір жанның өзіне берекет тарататын бұл әлбетте Алла елшісінің өмір баянымен шұғылдану. Сіздердің алдарыңыздағы бұл пайғамбар өмірінің екінші томы, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жолыққан ауыр күндері мен түндері осы кітаптың ішінде баяндалып, сол нәрселерден, қиыншылықтардан қалай шыққандығы жайындағы ғибраттар мен даналықтарға тұнып тұр. Осы қасиетті Рамазан айында сираның екінші томын жанына серік еткісі келген жандар үшін алғашқы даналарына алдын ала тапсырысты ашық деп жариялаймыз. Сираның екінші томына алғашқы болып тапсырыс берген 1000 оқырманымызға өзіміздің ыстық лебізіміз бен тілегімізді жазып қалдырдық. Алла тағала баршаңызға пайдалы білім берсін, пайғамбардың өмірімен өмірлеріңіз нұрланып берекелі болсын.